Түсіңізде жылан көрсеңіз, бұл бекер емес. Түсінде жылан көру исламда терең мағынасы бар белгілердің бірі. Ислам ғұламалары бұл түсті әдетте жау, қауіп, күнә, жасырын дұшпан немесе жын шайтанның әсері деп жорған. Имам Ибн Сирин түс жорудың ең беделді өкілі, ол бұлай дейді: түсінде жылан көру адам өміріндегі жасырын дұшпанның, ішкі күйзелістің немесе шайтан азғыруының белгісі болуы мүмкін. Егер жылан түсіңізді шабуылдап жатса, бұл жақын күндері келетін психологиялық ауырлық, адамдар арасындағы кикілжің немесе біреудің сізге зиян ойлап жүргенін білдіруі мүмкін. Ал егер жыланнан қорықпай, оны ұстасаңыз немесе өлтірсеңіз, бұл дұшпанға немесе проблемаға жеңіп жеткеніңіз, ішкі әлсіздікті бағындырғаныңызға ишара. Түсіңізде жыланмен сөйлесу кейде ішкі арпалыс, жыннан келетін ойлар немесе рухани сынақтармен байланыстырылады. Жылан кейде нәпсімен азғырудың символы ретінде де жорылады. Әсіресе сіз оған еліктеп жатсаңыз. Тағы бір жорамал бойынша жыланның үй ішінде жүруі, үй ішіндегі берекенің шайқалуы, сыртқы рухани әлсіреу, жын шайтан немесе бір адамның көз тиюінен сақтану керектігін білдіреді. Мұндай түс көрген соң, ғұламалар Фалақ, Нас, Аятыл Күрси оқуды, таң намазына мән беруді, рухани және физикалық тазалықты күшейтуді ұсынады. Сонымен қатар, кей түс жорушылар жыланды емшілік пен табиғаттың белгісімен байланыстырып, түс контекстіне қарай жақсыға да жориды. Егер жылан сізге тимей бейбіт көрінсе, бұл денсаулықтың қалпына келуі немесе ішкі күштің оянуы деп қарастырады. Яғни, жылан екі ұшты символ. Егер ол түсіңізде үрей тудырса, бұл ескерту, ал оны жеңсеңіз, рухани өсуге қадам деп есептеледі. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.